сот процесіне батысты айтайын. Сот процесіне ешқандай көңілім толмайды, ешқандай әділдік көріп тұрған жоқпын бұл жерден. Бұл жерде заң бір жаққа қарай істеп тұр деп ойлаймын, өйткені бізде тура осы Талдықорған қалалық сотында менің де сотым болған. Сондықтан тура бізде болғандай қылмыскерлігін сезініп, өз жауапшылығын алса екен деймін. Бұл кісілерді жауапсыз қалдыруға болмайды. Қылмыстық жазаға тарту керек, өйткені басқа да сотрудник қызметкерлеріне сабақ болады. Өйткені бұл азаптау процесі бұл бірінші рет емес және соңғы рет емес, бұл келешек ұрпаққа сабақ болу үшін бұл кісілерді жазалау керек. Және де айтарым, бұл кісілер жаңағы біз танып жатырмыз деп жатырмыз ғой, бұл кісілер мойындамай тұр, және 4 кісі мойындамай тұр деді ғой, біз танып отқан 4 кісі мойындамай тұр, өз қылмыстарын мойындамай тұр. Бұл кісілердің өз кінәларын мойындау керек емес, өйткені біз 23 бала ол кісілерді көзбен көріп, жаңағы жұдырықтарын дәмін сезінген балаларымыз ғой. Біздің мысалы 25 адамның айтқан сөзіне сенбей, бұл 4 адамның сөзіне, біз емес деген сөзіне қарап, енді сот шешім шығармайтын шығар деп ойлаймын. Бәрі әділ өтсе екен деп ойлаймын, сотқа және сот әділ болса екен. Әділ өтеді деген үміт бар ма? Өйтіп ондай үмітім жоқ мен. Өйткені бұл жаңағы қарға қарған көзін шықмайды дейді ғой. Бұлар бәрі қарғалар ғой, өз көздерін өзі шықмайды. Бұрынғы сот отырысында прокурор мырза айыптау актісін оқыды. Соның ішінде күдіктілердің, яғни сотталушылардың қатыгездікпен және де қатыгездікпен сонымен қатар адамдар тобымен ауыр қылмыс жасалынып отыр. Оларға қатысты міндетті түрде бұлтартпау шарасы үй қамақпен кепіл беріліп отыр. Бірақ заң жүзінде құрметті сот, қылмыстық процессуалдық кодексінің 148 бабына сай кепіл белгіленбейді. Біз ұмытпауымыз керекпіз. Бізде сотталушы адамдар департамент полицияның қызметкерлері 3 тергеуші және 2 инспектор. Сол үшін де олар осы соттың жүргізілуіне әсер етеді деп біз қазіргі таңда айтып отырмыз. Сонымен қатар құрметті сот, 23 жәбірленуші бізде осы жерде. Соның 4-еуі кәмелетке толмағандар. Прокурор мырза айтып отты, айыптау актісін оқығанда айтты, олар қылмыс жасағанда кәмелетке толмаған бала екенін білді. Ол не білдіреді? Олар азаптауды жалғастырды. Сонымен қатар құрметті сот, ауыр қылмыс адамдар тобымен жасалған. Және де ең бастысы адвокат ретінде пікірім. Қазіргі таңда олар кінәларын мойындамайды. Сол үшін де оларға қатысты міндетті түрде бұлтартпау шарасын қамауға алу, бұлтартпау шарасын қолдануымызды сұраймыз. Сонымен қатар келесі заңға қатысты, материалдық және процессуалдық нормаларға қатысты сіз осы жаңағы шешімді кеңесу бөлмесіне барып қаулы ретінде шығарсаңыз. Жылым осы 8-9 январьдың ұстап алып кетті да, апарып 3 күн сол жерде болдым. 3 күн сол жерде. Түк ішкен де жоқпын, түк жеген де жоқпын. ДВД-да. 3 күн сол жерде полда жаттым, жерде, қансырап. Әлімгейдің денемде бүкіл жарақаттар бар. 4 жерден перелом, мұрнымның бәрін сындырған, бас сүйегімді сындырған. Іріңде отыр әлімгейдің емдейтін ешкім жоқ. Мен ондай жағдайымда жоқ, мен қарапайым адаммын. Біз сөйлейік десек, бізді сөйлетпейді мына жерде. Көп дұрыс. Ана сотрудниктардың, біз сол азаптаған адамдардың адвокаттары ғана сөйлейді. Не үшін екенін түсінбеймін, әлі де олар жұмыста жүр, біз қорқатын болдық олардан. Олар сол кезде сөйтіп істеген, қазір кім кепіл, олар жұмыста маскамен келеді де бізге бірден кестей салады, болды. Бізді шынымен террорист қылып жібереді, болды. Оны төбедегілер білмейді. Бәрін білемін, мен бәрін танып тұрмын, айтқам олардың, бәрін, осында отыр олар. Иә. Нұртаза Жанбақыт деген, одан Кенжебаев Айдын, одан кейін Сапар Мұрат, Тоқташ деген, солар мен үшеуі танығаным. Маскасыз болғандар, қалтама және де тапанша салып, бір қалтама оқ салып, сені қазір атып өлтіре саламыз, апарып бір жерге қолың автомат ұстатып лақтыра саламыз, сені террорист қылдыра саламыз, бізге сенің өмірің ойыншық, бізге ешқандай сенің өмірің түк шешпейді деп бізге. Соның бәрін мен өтірік айтқандай болмай қойын оның бәрі. Оған жоғарыдағылар сенбесе, бір Алла сенеді. Осылай қарапайым адамдардың көз жасына қалып жүрген. Неге олардың бәрі мұнда, неге бүкіл бастықтары келмейді? Не үшін ДВД-дағы видеолардың жартысы шықты ғой, неге оны көрсетпейді?
Неге жоқ қылып жібереді оның бәрін? Мен өз көзіммен көрдім ғой, ДВД-да ұрып соғып отқан видеолардың бәрі шығып отты ғой. Мынаны танисың ба деп сұрап отқан. Оның бәрі неге жоқ? Не үшін көрсетпейді оның бәрін? Біз сияқты қарапайым адам террорист қылдырып жібереді, апарып жауып жібереді. Болды. Біздің өміріміз оларға ойыншық. Бізді емдейді, кім емдейді бізді? Больницаға барсақ, сотрудниктардан таяқ жеген адамдарға кіруге болмайды деп тұрған, жазылып тұрған сол кезде. Мен білем ғой, моргқа апарды сол кезде. Сенбесеңіздер, осы жерде болған адамдардан сұраңыздар. 4 қаңтарда қалаға келіп, түнде киноға барып, өйтіп ертесінде балалар шақырғасын центрға келген болатын. Сөйтсем, ушу, машиналар төңкеріліп, өртеніп, содан сол кезде митингке шықтық, енді елмен бірге еріп жүрдік. Артынан кейін 8 күні бізді ұстап әкетті үйден. Содан кейін ұрып соғып, қорқытып, жаңағындай издевательство етіп, шешіндіріп ұстап, жаңағындай су шашып, шокермен соғып бізді. 3 күн аш жаттық, сонда не тамақ жоқ. Итіміз шығарды, ивесқа апарып, ояқта шивапке бұрады, қайта-қайта шивапке бұрып, ауыз бір-бірімен СИЗОға апарды. СИЗОда 1,5 ай почти не сөйлей алмайым, не жүре алмайым. Үйде шешем келген, шешеме де шыға алмай қалдым. Тіл жоқ, басты сындырып ұстаған, аяқ-қолы сындырып ұстаған. Соның енді халықтың арқасында үйтіп ақырындап шықтық енді. Білмеймін енді қазір не болады, көреміз. Білмеймін енді, айтқызбай жатыр ғой, ешнәрсе бізге енді. Бар, иә. Нұртаза Жанбақов деген. Оны байқамадым. Біз андай сыртқа шыға алмаймыз ғой қазір көп. Қорқасың енді тағы бір нәрсе тығып жібере ма деген. Сенім жоқ қой оларға. Олар енді жаңағыдай азаптап, біз мысалы қатты нәрсе істемесек те, қатты күнә істемесек те, мысалы 4,5 ай қамап бізді. Біраз нәрсе көргелік те енді. Олар да солай біздің көргенімізді көрсе деймін. Олар ауыр қылмыс істеп отыр былай айтқанда. Біз сотқа ұсындық. Олар департамент полицияның қызметкерлері. Әрине олар бір сотқа, не тергеуге жаңағы қысымын тигізуі мүмкін. Сол үшін де міндетті түрде оларға қатысты қамауға алу түрінде бұлтартпау шарасы қолдану қажет деп ойлаймыз. Сонымен қатар сотталушыларға қатысты сот презумпция кінәсіздігі бойынша жаңа қолданылып жатыр. Гуманизация, былайша айтқанда. Енді жәбірленушілердің барлығы олар қамауға бұрын 6-7 ай отырған. Оларға сонда неге сондай кінәсіздік презумпциясын, гуманизация жағын қолданылбады? Олар барлығы түрмеде отырып шықты. Түрмеде азаптау алды. Сол үшін де қазіргі таңда осы мәселе әрине әділетсіз болып тұр.